Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Өмір деген көк мұхиттың толқыны, бір-бірімен жатқан шулап жалғасып, бір-бірімен жатқан тулап арбасып, о толқындар арпалысып алға шық. Өмір деген мәңгі гүлдеп жататын құштарлықтың толғағымен толқыны. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Кітап ақылыңа ақыл сұрамайтын алтын қазына. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Оқу құралының ең ұлылығы бала оқытатұғын кітап. Құдайым жолдас қылма жамандарға, іші тар көңілі соқыр надандарға, жақсылық етсең де бір етпесең де, жақпайсың кей ақымақ адамдарға. Ақылды адам өмірге бейімделуге тырысады, ал ақылсыз адам өмірді өзіне бейімдегісі келеді. Біреудің проблемасы біреудің аңсап жүрген бақыты, біреудің аңсап жүрген бақыты біреудің проблемасы. Денсаулығың болған жақсы, берекең артып толған жақсы, қарызданбай не алсаң да қалтаңда ақшаң болған жақсы. Отбасың анаң, әкең, бауыр, жаныңда бәрі жүрген жақсы. Тек қана қуаныш тойларда бәрімен ойнап күлген жақсы. Арамдықтың, өтіріктің зиянын адам білген жақсы. Адалдықтың, адамдықтың пайдасын алып білген жақсы. Қандай жасқа келсең дағы басыңа бақыт қонғаны жақсы. Өмірде барлық жақсылықтың бәрі де сенде болғаны жақсы. Өмір деген жалындыру, жалыну, өмір деген сырқаттану, сауығу, өмір деген күнә жасап артынан тәубаға кеп заңдылыққа бағыну, өмір деген жыл қарсалып жас қосу, танымайтын біреулермен достасу, өмір деген бір адамды қарсы алып, бір адаммен мәңгілікке қоштасу, өмір деген мақталуда датталу, жан досыңа бар сырыңды ақтару, өмір деген күн артынан күн өту, бірде жылап, енді бірде шаттану, өмір деген азу тозу, семіру, жастық өтіп қарттыққа да жеңілу, өмір деген сағыну һәм ұмыту, өмір деген ғашық болу, жеріну. Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады. Өзі таза адам өзгеге күйе жаға алмайды. Күйе жағу үшін өзінде күйе болу керек. Кітап өмір ұстазы. Сондықтан жастар кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Көп жасаған білмейді, көп оқыған біледі. Сансыз шүкір айтамын мен Тәңірге, адам қылып келтірген мен өмірге, сана мен пендесіне таңдау берген, адаспай жүру үшін мына өмірде. Берсе Алла басты байлық денсаулықты, сұраймыз мол байлық пен он саулықты. Ақшаңда, алтыныңда сырқаттансаң, пайдасы бола қоймас соншалықты. Адамдар бақыт іздеп сабылады, Алладан бақыт сұрап жалынады. Денсаулықты бақыт деп бағаламай, бір күні төсекке де таңылады. Ойланбайсың, денің сау тік жүргенге, күпірлікке салынып кейде мүлде, дүниенің соңынан жүгіреміз, ашкөзденіп кетеді қуыс кеуде. Сый білмейтін адамды сыйламаймын, ұнатпайтын адамды қинамаймын.
өз үйімдей таза ұстап өмірімді, керек емес қоқысты жинамаймын. Адамдарға жоспарыңды айтпа, нәтижемен таңқалдыр. Өсек айтылатын жерде болма, кездейсоқ болған жағдайда қосылма, кесіп тастауға тырыс.